Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін капкейктің рецептісімен бөлісемін. Жалпы капкейкті дайындау өте оңай және жеңіл дайындалады. Бір жасағаннан шығады, сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер. Бір жұмыртқаны ыдысымызға шағып аламыз және үстіне бірден қантымызды қосамыз. Миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап миксерлеп бастаймыз. Қант толығымен еріп және массамыздың көлемі 2 есеге дейін ұлғайып ағарғанша миксермен араластырамыз. Массаның үстіне бөлме температурасындағы сүтті құйып, тағы миксердің ең төменгі жылдамдығымен араластырамыз. Бөлме температурасында өте жұмсақ болып еріп тұрған сары майды қосамыз. Егер дүкендегі сары май болмаса, қолдың сары майын қоссаңыздар да болады. Құрғақ ингредиенттерді араластырамыз, яғни ұнға қопсытқышымызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Ұнды массамызға салғаннан кейін миксердің ең төменгі жылдамдығымен араластырамыз. Ешқандай күрек жүйенің көмегімен араластырудың қажеті жоқ. Қамырымыз толығымен дайын, енді кондитерлік қапқа сала отырып пайдалана берсек болады. Бұл рецептпен 9-10 капкейк шығады. Егер де одан да көп капкейк сізге керек болатын болса, онда рецепті 2-ге немесе 3-ге көбейтіп жасай берсеңіз болады. Капкейктің қамырын кондитерлік қапқа сала отырып, біркелкі құйған өте ыңғайлы. Капсуланың тек 3-тен 2 бөлігін ғана толтырамыз. Қатты толтырып жіберсеңіз, пісіп жатқан кезде қамырымыз тасып кетуі мүмкін. Менде 9 капкейк шықты. Енді осы капкейктерімізді қызып тұрған пеште 180 градуста 10 минуттай пісіріп аламыз. Дайын болған капкейктерімізді бөлме температурасында толығымен суытамыз. Енді капкейктің кремін дайындаймыз. Өте суық сливкидің үстіне сахарная пудрамызды қосып, миксердің көмегімен араластырамыз. Сливки мен сахарная пудра толық араласқаннан кейін творожный сырымызды қосамыз және миксердің көмегімен араластырамыз. Бұл кремді өзіңіздің қалаған түсіңізге боясаңыз болады. Дайын болған кремді кондитерлік қапқа насадкамызды кигізе отырып пайдаланамыз. Бұл жерде менде открытая роза деген насадка. Кремді кондитерлік қаптан біркелкі шығара отырып, әрбір капкейкке осылайынан шапка жасап шығамыз. Міне капкейктер толығымен дайын болды. Осындай арнайы қораптарға сала отырып, өзіңізбен бірге қонаққа барсаңыздар да немесе тапсырысқа алып жасасаңыздар да сіздерде шығатын өте сенімді рецепттердің бірі. Мен осымен өз видеомды аяқтаймын. Видео ұнап жатса, каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар және кез келген комментарий қалдырыңыздар.